Ежелгі діни наным-сенім тотемизм. Алғашқы діндер ұзақ даму эволюциясынан өтті. Қоғаммен бірге дін де дамыды. Алғашқы діни нанымдардың бірі тотемизм болып табылады. Тотемизм адамдар мен белгілі жануарлар, не болмаса өсімдіктер арасындағы өзара тектік байланыс туралы сенім. Тотем сөзін ғылыми айналымға ағылшын жиһангезі Джордж Лонг енгізген. Түркі тектес халықтардың барлығы да ортақ табынған киелі тотем жануарлары әсем марал, көк бөрі, бүркіт екендігі бұрыннан белгілі. Көк түріктер мемлекетінің туында көк бөрінің, Қият Шыңғысхан құрған Моңғол мемлекетінің байрағында сұңқардың суретінің болуы кездейсоқ емес. Ру тайпа мүшелері өздерінің арғы тегін белгілі бір хайуанмен байланыстырып, оны қолдап жебеуші күш деп білді. Үнді мемлекетінде тотемдік көрініс сиыр. Сиырды құрметтеп, киелі деп есептеп, оның етін жемейді. Аюға табыну. Славяндар мен немістер арасында солтүстік Орал, Сібір және қиыр шығыстағы байырғы халықтар арасында болған. Тотемшілдік аясында көптеген тыйымдар туындады. Олар қазіргі ғылым тілінде табу деп аталады. Тотемшілдік адамдардың белгілі бір ортақ нанымға тоқайласып, ортақ тыйымдар мен ырымдарға жүгініп, ынтымақтасуына ықпал етті.